Бисмилlah, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы истихара намазы туралы болмақ. Ең бірінші истихара не мағына беретіндігін айтып өтетін болсақ, яғни истихара дегеніміз Алладан көмек сұрау деген білдіреді. Яғни бұл намазды қай уақытта оқу керек? Яғни бұл намазды әрине әрбір адам екі бір істің ортасында қалған кезде, яғни сол екі істің бірін таңдау керек болған кезде оқылатын намаз. Яғни сізде екі таңдау болған жағдайда сіз білмейсіз, сіздің миыңыз оны екеуінде хайырлы, жақсы қылып көрсету мүмкін, алайда сіз ол нәрсені білмеуіңіз мүмкін. Яғни Алла Тағала Құранда айтқандай: "Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун". Алла білетін нәрсені сіздер білмейсіздер. Сол үшін біз әрине әрбір сондай жағдайларда біз өзіміздің бауырларымызбен болсын, өзіміздің ағаларымызбен болсын, көкелерімізбен болсын, тәжірибесі бар адамдармен болсын, ақылдасатын боламыз. Ол көпшілігіміздің, яғни істеп жатқан амалдың бірі. Бұл да әрине рұқсат, бірақ та ол да айтатын болсақ, ол да адамзаттың баласы. Яғни оны өзінің дәрежесіне сай пікірін айтады. Бірақ сіз ойлаңыз, әлемдердің Раббысына егер сізге осы мәселеңіздің нәтижесін айтатын болса, сіз қалай болатын едіңіз? Яғни бұл біз айтып жатқан истихара намазының жауабы, яғни Алланың қалауы менен Аллах Тағала білдіретін, яғни оның хайырлы немесе хайырсыз екенін білдіретін намаздың бірі истихара деп айтылады. Жалпы истихара туралы сахабалардың жеткен деректер бар. Сахабалардың былай айтқан, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранды бізге қалай жаттатқызған болса, тура солай истихара намазында жаттатқызған. Яғни бұны қалай түсіндірсек, біздердің өмірімізде қандай бір маңызды мәселелер, істер туындағандай, сахабалардың кезінде де сондай нәрсе болған. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға сол истихара намазын оқуға бұйырған. Келесі бір хадисті айтатын болсақ, яғни истихара намазы туралы мынандай хадис жеткен. Әрбір іс истихара намазы оқып болып, яғни истихара намазын оқып болғаннан кейін басталған әрбір іс, ол істен адам ешқашан өкініш болмайды екен. Яғни истихара намазын оқып болғаннан кейін жасалған әрбір істе, басталған істе ол адамға ешқандай өкініш болмайды екен. Сол үшін біз әрбір істеп жатқан кәсібімізді немесе басталып жатқан кәсібіміз болса, дереу біз бірінші ең әуелі Алла Тағаладан сұрауымыз қажет екен. Яғни оның бізде болашақта біздің пайдамыз үшін бола ма, ол бізге хайырлы нәрселер алып келе ме, немесе зиян нәрселер, или біздің өзімізге дұшпан болатын нәрселердің түбі болатын. Сол үшін бұған қатысты Алла Тағала Құранда Бақара сүресінде «Истаиду билла, фаиза азамта фатаваккал алаллах». Яғни сендер бір нәрсе алатын болсаңдар, Аллах Тағалаға тәуекел етіп, сол нәрсені алыңдар деген. Жалпы біз истихара намазын оқу уақытын айтатын болсақ, истихара намазы жалпы құптан намазынан кейін жатар алдын оқылса мұстахаб амалдардың бірі болып саналады. Яғни оны басқа уақыттарда оқылса әрине рұқсат, бірақ ең мұстахаб уақыттың бірі ол әрине құптан намазынан кейін жатар алдын. Бізде келесі бір айтылатын нәрсе, ол истихара намазын оқып болғаннан кейін дұғасын жасалуға. Оны арабша жасалу керек пе, әлде қазақша жасалу керек. Бұған ешқандай міндеттелген арабша оқу немесе басқа бір тілмен оқу міндеттелген нәрсе жоқ. Әрбір қазақ болсын, басқа бір ұлт болсын,
өзінің тілімен Алла Тағаладан сұраса болады. Яғни дұғасына не деп сұрайды? Осы басталып жатқан кәсібім болсын, немесе басқа бір алатын нәрсесін ол үшін хайырлы немесе хайырсыз екендігіне өзі білмей тұрып, Алладан сол кезде сұрайды. Мысалы, мен бір нәрсе алатын болсам, Алла Тағаладан сұрап, оның маған хайырлы болатындығын бірінші сұрау, немесе сол егер хайырлы болса маған нәсіп етші деп, яғни оның болашақта маған пайда келтіретіндігіне, сондай пайдалы болатын іс болуын нәсіп етші деп сұрауымыз қажет екен.